Сәлем достар, біз бүгін ерекше тұлға, Американы дүр сілкіндірген Марк Гудо туралы сөз қозғаймыз. Олай болса, жақсылап жайғасып алыңыздар. Біз бастаймыз. Бұл адам жай қылмыскер ғана емес. Ол Аризона тұрғындарының түнгі ұйқысын ұрлаған, көзге көрінбейтін қара көлеңке. Бүгін біз Марк Гудо бейслайн өлтірушісі туралы айтып береміз. Марк Гудо бұрын сотты болған қара нәсілді азамат. Ол ұзақ уақыт түрмеде отырып шыққаннан кейін жаңа өмір бастаймын деген болатын. Бірақ бәрі басқаша болды. Оның ішіндегі жауыздық бір күні жарып шықты. Гудо өзін қарапайым жұмысшы ретінде көрсетіп, адамдардың сеніміне кіріп, қылмыстарын жасырын атқарды. 2005 жылы алғашқы қылмысы тіркелді. Әйелді көліктен сүйреп шығарып, атып тастады. Артынша тағы да ұқсас қылмыстар орын ала бастады. Ол әр түрлі киім киіп, кейде үйсіз адам, кейде сатушы болып көрінетін. Құрбандарын күтпеген жерден ұстап алып, қорқынышты азапқа салатын. Феникс қаласының тұрғындарына бейслайн өлтірушісі деген ат таныс бола бастады. Адамдар көшеге шығудан қалды. Мектептер мен дүкендерде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Полиция басында оны таба алмады. Бірнеше ай бойы Гудо еркін жүріп, қан төгіп жүрді. Ақыры бір қателік оны қолға түсірді. Екі әпкелі сіңліге жасаған шабуыл кезінде бір құрбаны тірі қалды. Ол Гудоны сипаттап берді. Полиция оны тұтқындап, ДНК анализі арқылы басқа қылмыстармен байланысын дәлелдеді. жылы сотта Гудоға 67 түрлі айып тағылды. 9 адамды өлтіру, бірнеше зорлау, ұрлау және қарулы тонау бәрі дәлелденді. Сот оны өлім жазасына және 1196 жыл түрмеге кесуге үкім шығарды. Бұл тарихтағы ең ауыр жазалардың бірі болды. Психологтар оның әрекеттерін талдай отырып, Гудоны қоғамнан бөлінген, ашулы, өте зұлым адам деп сипаттады. Ол өз кінәсін ешқашан мойындамады. Кейбіреулер оны жын шалған, немесе зұлым рухтар басқарған деп есептейді. Марк Гудо адам кейпіндегі құбыжық. Оның тарихы бізге мынадай бір шындықты еске салады. Кейде зұлымдық ең күтпеген адамнан шығады. Егер бұл видео сізге қызықты болса, қазақша арнаны қолдап, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Тағы да осындай қорқынышты хикаялар алда. Түнде есігіңізді жауып жүріңіз, өйткені кейбіреулер әлі де көлеңкеде жүр.